Бүгін саммит болды ма, не болды Алматы қаласында? Мынандай просто болды. Бүйтіп машиналардың ортасында тұрмыз. Біз регистрация өтіп қойғанбыз. Аспай бар, кіріп қазір. Алла қаласа, Алла жол берсе, Шымкентке кетіп баратырмыз. Короче, рейс опоздание, короче. 11:30-ден 12-ге ауысты. Жарты сағаттан ауыстыра бермесе болды. Таң атқанға дейін қалып кетсең бе? Қалмай шығамын сен? Жоқ. Кішкене задержка бізде. Давайте бізге жол болсын. Аман сен жетіп алайын. Шымкент жауын, е? Давай. Жауын Шымкент. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қалайсыздар? Шымкенттеміз. Шымкентте решала дегеніміз осы, решала бәрін шешеді дейді. Қайырлы күн, баршаларыңызға. Қазір өте қызық болайын деп отыр. Алдағы стористерді күтіңіздер. Ал бүгін Шымкентке келдік. Ермен дастархан, сәлемастар. Қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Қош келдік. Тамақ жеп қойды, жаңа бір әсердің сторисінде ғой. Тойып алдық тамаққа. Мейірмен бүгінгі күннің соңғы сторис болсын, е? Мен баян кеткен называется баян кеткен әдейі. Рахмет сіздерге. Қамбардың шаңырағына келдік. Әдуші рахмет саған. Аман бол. Ана кухняға сыймай. Залда отырмыз жерде. Аяқты жіберіп қойып. Осымен бүгінгі күннің соңы бітті. Қайырлы. 2 сағаттан кейін сестралармен кездесуге шығамыз. Бронь жасап қойдым ресторанға. Сол. Сторис күтіңіздер. Біз жаңағы ресторанға қарай шықтық. Привет деп қойыңыз. Күндікке. Қайсы? Ұйқыңыз қамдаған сияқты ғой сіздің, не? Да, нормально. Сол. Шымкентте күн жылы. Біз қалың кейін алғанбыз ғой. Ал біз келдік. Қазір енді ертерек келіп алдық. Біз кішкене жарты сағат ерте. Менюін қарап, заказ беріп істейін деп. Негізі 2 сестрам келу керек болған. Бірақ енді 8 адамдай келген деп жатыр. Туысқандардың бәрі. Қалай? Қалмай жатқан жоқсыз ба? Жоқ, нормально. Жалғыз өзіңіз отырасыз. Да. Ал бізде уже жиналып жатырмыз. Жай вот қараңыздар, мына жақта мен жеңгелерім, сестренка, сестраларым. Негізі камераны жақсы көрмейді мен отбасым жалпы. Айтып жатырмын да, бұл телевизорға шықпайды, сторис деп жатырмын. Чо? Қалай? Үндемей қалыпты ғой. Әшінде сөйлейтін сазар. Сол, в общем, әлі де қазір 1-2 адам келеді. Тамақтарымыз келеді бұйырса. Пока осылай. Ұлғабайдың өзіне тұрасың ба? Ұлғабайдың өзінің әке-шешем тұрады. Ал әжем Примерно осылай. кішкенесімен жаңағы. Васармен әселден бастайын. Ал тамамыз келді. Көптен күткен. Негізі обед деп келгенбіз, бірақ бізде это называется уже ужин. Аппетитно. Қалай аты? Сірне, да? Сірне болғанда бұл сірне ел. Камера бастырне дейміз. Ал.
Al teyze. Zasıp çoğaltamazlar. Менде сторис жоқ бұл өздерің әсілден қарайды. Al давайте. Al береміз. Şay беріп. Тост кетіп жатыр, тост. Әселмен сұрастым ба, сөйлестім ба, қандай екен жоқ. Жеңшелерім ол. Ең бірінші сыйластық болсын. Ал мына жақта мен бөлешкам келді. Кешігіп бизнес. Бұл мен өзі. Өзім өтсіған. Ар жақта бат, мамасы. Жоқ, сторис сағатыр, қараңыздар деп ба. Яу, енді отырып түсіріп жатыр. Мына Назерке. Екеуміз бірге оқытамыз. Жиенім бұл менің. Күнінде сөйлесем дейміз. Осы екеуін күнінде сөйлесем. Жиені ғой дұрыс сөйлеміз ғой біз. Иә? Оны ерінің андай алып тастай деген бейт тапты. Жоқ, қой уже кет қалды ғой, айттың ғой. Осы енді еріме сөйлесіп. Негізі фильтр қазір. Иә, кет қалды. Біз енді өзіміз жастар болып қалдық, үлкендер жібердік, шап салдық, ішті отырсақ негізінде. Бәріне негіз қысып отыр екен счетты, кім төледі деген счетты, конечно, Себастар төледі. Молодец, өзі ғашық күйеу алуға дайындалып отыр. Сол, отырмыз, мына жақта сестралары. Әдем болып отыр ғой. Пленка, жастар болып отырмыз пока енді. Вот, қазір ары қарай караоке барсақ па деп ойланып отырмыз. О, ұрысқақ. Анау екінші балапан камера. Ал біз енді. В общем, ал деген сөз, ол бәріне привычка деп ойлаймын, иә? Маған ғана емес. Сіз өзіңіз айтасыз ғой, вообще-то. Негізі мен сөз сұрап жатқан, біз енді 3-ші жерге келдік. Ар жақта гуликам бар, заказ беріп жатыр, заказ өскеп жатыр. Вот, ең басты мына жақта отырғандар қараңыздар. Жеңешем, сестрам жаңа таныстырып қойған болатын. Мына жақта мен жеңешем, подругам десем болады. Өзі красотка. Назерке и және де вот сестренкам и оның күйеуі. Дерима и күйеуі Махамед. Ал мына жақта да тост болып жатыр. Жеңешем тост айтып отыр. Жеңешем деп айтуға келмейді. Жап-жас сөз айтып айтқан. Не дейміз? Бүгін бас қосып қалыпсыңдар, қайын сіңелілерім. Бізде вечеринка осымен бітті. Түрімізден көрініп тұрған шығар. Энергиямызды бітіп жатыр. Қазір, кстати, жаңа бөлемейіне келдік. Күйеуі келіп тұрады. Соны келіп, қазір шай ішеміз. Еще ар жақта тағы да. Короче, өздеріміз алдық қой жастар. Әңгіме тағы айтып отырамыз дейді. Вот мына қыз. Все, үшін қайырлы түн.